Біз 30 жыл бойы не себепті рухани жұтап, өзгелердің алдында күлкілі болып көрініп жүрміз. Әншілердің бір-бірімен жатқанын, ұрсып төбелескенін немесе шешініп салған суреттерін жаппай қарап, оқырмандар санын өзіміз-ақ миллионға жеткіземіз. Неге осындай сорлы болып қалдық? Мысал алып көрейікші. Міне мұнда шыққан өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, ой салар, мардымды дүниелерді айтып жүрген Марғұлан Сейсенбай ағамыздың Instagram парақшасы. Оқырмандар саны 600 мыңнан астам. Ал мұнда әнші Қайрат Нұртастың Instagram парақшасы. Оқырмандар саны 5 миллион 600 мыңға жетеді. Сонда не айтып, не салады екен? Бас қосқан жиында қазаққа еңбегін сіңіріп жүрген қоғам қайраткері немесе ғалым отырса, біреудің барып қолын алып, ақыл сұрағанын көргенім жоқ. Елдің барлығы әйтеуір Ернар Айдармен, Төреғали Төрәлімен, Қайрат Нұртаспен суретке түсуге құмар. Ал қазақтың көзін ашып жүрген Омар Жәлел, Марғұлан Сейсенбай сияқты ағаларымыздың бағаламағанымыз ба? Армысыздар, алдарыңызда Нұртілеу Мәлікұлы. Бұл кедей болғым келмейді бағдарламасы. Құрметті көрермендер, сіздерге бір сұрақ қояйыншы. Егер де бүгінгі күндеріңіз соңғы күндеріңіз болса, яғни Құдай сақтасын, бірақ ертең өліп кететін болсаңыз, дәл осылай телефон қарап отырар ма едіңіз? Әрине жоқ, өйткені бұдан да маңызды дүниелер бар. Дәл осы тақырыпта Стив Джобс Стэнфорд университетінің түлектерінің алдында сөйлеген болатын. Ендеше назар салыңыздар. Мен 17 жасында бір цитата оқып қалдым. Онда былай жазылған: әрбір күніңді соңғы күн ретінде санап өмір сүр. Бұл цитата маған үлкен әсер қалдырды. Сол уақыттан бері 33 жыл бойы айнаға күнде қарап өзіме сұрақ қоятын болдым. Егер де осы күн менің өмірімдегі соңғы күнім болса, бүгінгі жоспарлаған жұмысты істейтін бе едім? Бірнеше күн бойы бұған жауап жоқ болды. Өмірімді өзгерту керектігін түсіне бастадым. Мен ертең өліп кетем деген ой менің өмірімдегі қиын шешімдерді қабылдауға көмектесетін ең маңызды дүние болды. Өйткені қалғандардың барлығы бос сөз және өтірік көкірек, немесе масқара, сәтсіз болады деген қорқыныш. Осының барлығы өлім алдында маңызды емес болып қалады. Ешкім өлгісі келмейді. Тіпті жұмаққа түскісі келетін адамдардың өзі де жұмақта болу үшін өлгісі келмейді. Біздің барлығымызды күтетін нәрсе бір, ол өлім. Ешкім де одан құтыла алмаған. Солай болуы тиіс. Себебі өлім бұл өмірдегі ең ғажап құбылыс. Ол өміріміздегі барлық өзгерістердің себебі. Ескіні жойып, жаңаға жол ашады. Жаңа дегенім дәл қазір ол сіздер. Бірақ уақытысы келгенде сіздер де қартаясыздар. Сіздерден де құтылады. Бұндай драматизм үшін кешіріңіздер, бірақ бұл шындық. Сіздің уақытыңыз шектеулі. Сондықтан да өзгенің өмірін жақсарту үшін жұмыс істемеңіз. Басқалардың пікірі сізді шектетпеу қажет. Және ең бастысы батыл болыңыз. Интуиция мен жүрегіңізге сеніңіз. Талантты болу маңызды емес. Бастысы дұрыс армандай білу керек. Илон Маск сөйлейді. Бала кезімде менде ерекше талант болған жоқ. Компьютер ойындарын жақсы көргендіктен мен программированиемен айналыстым. Уақытымның барлығы осыған кететін. Программаны жасап, оны сататын болсам, көп ақша табатынымды түсіндім. Ол ақшаға жақсырақ компьютер сатып алар едім. Менде болашаққа деген аса бір көзқарас болған жоқ, бірақ менің жаңа технологиялар саласында жүру арманым болатын. Өкінішке қарай біз азанғы уақыттың қадірін түсінбейміз. Таңды ақылмен өткізу керек. Джефф Безос. Мен ерте жатып, ерте тұрам. Мен таңды ақылмен өткізгенді ұнатам. Газет оқып, кофе ішіп, балаларыммен таңғы ас ішем.
осылай уақыт өткізу мен үшін маңызды. Сондықтан алғашқы кездесулерді таңғы 10-ға қоямын. Мен үшін маңызды, ақыл-ойды қозғау қажет кездесулер осы уақытта. Себебі кешкі 5-терде маңызды нәрселер туралы ойлана алмаймын. Ал егер ұйқы уақытына келетін болса, күніне 8 сағат ұйықтаймын. Ұйқы мен үшін өте маңызды. Күнімнің сәтті мәнді өтуіне жеке маған 8 сағат ұйқы жеткілікті. Біз байлықтың, бақыттың бірден келе салғанын қалаймыз. Бірақ бұлай тек кинолар мен фантастикалық кітаптарда ғана болады. Маңызды емес екен біздің қазір кім болғанымыз, қандай ортадан шыққанымыз. Маңыздысы нөлден асықпай әрекет еткеніміз. Брайан Трейси сөйлейді. Менің әке-шешем өмірге негативті қарайтын. Және мені де солай өсірді. Оларды да түсінуге болады. Өйткені екінші дүниежүзілік соғысты, депрессияны басынан өткізді. Оларда ешқашан ақша болмаған. Сондықтан да олардың сенімдері өте негативті болатын. Олар мені жетістікке жетпейді деген сеніммен өсірген. Мектепте жақсы баға алмасам, мені өмірде жеңіл деп ойлайтын. Мен де бұған сенетінмін. Бірақ өзіме осы сұрақты қоя бастағасын өзгердім. Не үшін кейбіреулер жетістікке жетеді? Менің түсінгенім, алған жақсы білімің, шыққан бағуатты жерің немесе байлықтың болуы бұның барлығы маңызды емес екен. Біз екеуміз соны дәлелдедік. Өйткені біз нөлден бастадық. Мен фермер болып, сіз дворник болып бастадық. Бізде ештеңе болған жоқ. Мысалы, адамдар өздерін ақылды емеспін деп санайды, бірақ олар интеллекттің бұлшық сияқты екенін түсінбейді. Нақтырақ айтқанда, физикалық формасы бойынша. Санамен жұмыс істей келе, жаңа дүниелерді үйрене келе, сіз ақылдырақ бола бастайсыз.